Кредитті кешіреміз десеңіз, бүкіл қазақ алаңға шығар еді дейді. Нұрғауындық жүйе аударылса, бүкіл кредит кешіріледі. Мен сондықтан ешкімге кредитті кешірем деп уәде бермеймін. Нұрғауындық жүйе аударылған күні бүкіл қазақтың кредиті кешіріледі, бүкіл банкерлер сотталады, бүкіл депутаттар сотталады, бүкіл облыс әкімдер, аудан әкімдер сотталады, бүкіл үнсіз қалған аталмыш интеллигенциялы ақын жазушы сотталады, бүкіл жалақор, бәлеқор қытайшылдар сотталады. Бәрін халықаралық комиссияны шақырып, Біріккен ұлттар ұйымының адвокаттарын, бүкіл жер шарының заңгерлерін шақырып отырып, бүкіл қылмысын дәлелдеп отырып соттаймыз. Сосын бүкіл банкерлер сотталады, бүкіл сол банкердің құлғытандары сотталады. Сөйтіп шынайы ұлтшылдардың бәрі түрмеден шығарылады. Бір тауық ұрдаған үшін 15 жылға сотталған қазақтың бәрі ақталады, кешірім жарияланады. Тек түрмеде шынайы кісі өлтірген, қыз зорлаған, педофил, анау мынау шынайы қылмыскерлер қалады. Барлық саяси қылмыскерлер, барлық жаңа діни жала жабылғандар, жаламен кеткеннің бәрі ақталады. Бүкіл кредит кешіріледі. Бір ғана шарты Нұрғауындық жүйені құлату.